Сәлем достар, көңіл күйлеріңіз қалай? Мен көңіл күйім жақсы, себебі сізге үй алу бойынша, баспаналы болу бойынша видео гидтеріңізмен Айбар 2015 жылдан бері ипотека нарығында жұмыс істеп келе жатқан маман, және қазақша түсінікті, жіктеп тұрып үй алу қалай мүмкін, оның жолдары қандай, осының сұрақтардың барлығын түсіндіріп берем. Ал өткен видеомызда біз 7-20-20 ипотекалық бағдарламасының базалық принциптерін талқылаған болатынбыз. Ал бүгін оны жіктеп, нақты қалай аламыз, қалай үй табамыз, кіммен қалай кездесеміз, кіммен қалай сөйлесеміз, осының бәрін біз сіздермен бірге жүріп өтетін боламыз. Біздің YouTube арнамыздан алыстамаңыздар. Ең бастысы бізге жазылыңыздар, лайк басыңыздар және қоңыраушаны басып қойыңыздар. Өйткені жаңа видео шыққан кезде сіз біздің қандай тақырыптар талқыланып жатыр, соның барлығын көріп отырасың боласыздар. Ең бастысы комментарий жазыңыздар, сұрақтарыңызды қойыңыздар, және біздің 7-20-20 бағдарламасының Instagram парақшасы бар, 7-20-25 official деген, сол Instagramға жазылып, онда да өзіңіздің көптеген ала алмай жүрген сұрақтарыңыздың барлық жауаптары бар. Біз оның бәрін жазып қойғанбыз. Соны оқып, содан үлкен ақпарат алуға болады. Ал ендеше кеттік, 7-20-20 бағдарламасы туралы айттық, оны шарттары туралы айттық, бірақ біз енді бүгін оны қай жерден алуға болатын туралы айтамыз. Қандай банктер 7-20-20 бағдарламасы бойынша ипотека береді? Центр кредит, Сбербанк, АТФ, Халық банкі, РБК, Форте банк, Жусан банк және Евразиялық банк. Бізде жалпы Қазақстанда 7-20-25 бағдарламасымен айналысатын, ипотека беретін 8 банк бар. Оның кез келгені барлығы сізге таныс, кез келгеніне барып, өзіңізге қажетті үй жағдайын, жаңағы керек мәселеңізді шешсеңіз болады. Біз былайша айтқанда 7-20-20 бағдарламасы жұмыс істейтін азаматтарға арналған, ресми табысы бар азаматтарға арналған деп айттық. Үлкен бір жаңалығы бар, оны білесіздер. 7-20-20 бағдарламасы тек қана жалдамалы жұмыс істейтін азаматтар емес, сонымен бірге табысы бар жеке кәсіпкерлерге де ипотека береді және сәтті түрде беріп жүр. Ол қандай банктер береді деген көптеген сұрақтар қояды. Жаңағы 8 банктың ішінен барлығы бірдей, ол жеке кәсіпкерлермен жұмыс істей бермейді. Өйткені оның кішкене тәртібі бөлек. Жеке кәсіпкердің төлем қабілеттілігін анықтау кезінде банктың скорингтің жаңағы өзінің ішкі жүйелері басқаша болады. Сондықтан қазіргі таңда жеке кәсіпкерлерге ипотекалық кредитті 3 банк береді. Ол Сбербанк, АТФ банк және Халық банкі. Сондықтан егер сіз жеке кәсіпкер болсаңыз, өзіңіздің табысыңыз болса, үй алғыңыз келсе, осы 3 банкке жүгінуге кеңес береміз. Осы 3 банк сіздің өтінішіңізді қабылдап, сізге ипотекалық несиені бере алады. Өзіңіздің табысыңызды қалай растайсыз? Осы 3 банкке жүгінсеңіз, сіздің табысыңыз, сіздің жылдық декларацияңыз бойынша растады. Сіздің жылдық декларацияңыз қазір электронды түрде беріледі. Сіз оны банкке апарып бересіз. Банк сіздің өткен жылдағы, былайша айтқанда, обороттарыңызды қарайды. Егер ол банктың көңілінен шығатын болса, сізге ипотекалық кредит береді. Сонымен қатар үлкен сұрақ туындайды. Әсіресе маған әскери қызметкерлердің келіншектері көбірек звондайды. Менің күйеуім әскери жұмыста, әскери шенді. Біз 7-20-20 бағдарламасымен ипотека беріледі деген хабар естідік деген. Жалпы 7-20-20 бағдарламасы барлық адамдарға, ол әскери болсын, басқа да қызмет істесін, бәріне ипотека береді, ешкімді бөлмейді. Бірақ әскерлерге арнайы осы 7-20-20 бағдарламасында арнайы жоба ашқан Центр кредит, Сбербанк, Халық банк, АТФ банк төртеуі әскерлерге төленетін ай сайынғы үй төлемдер деп аталады. Арнайы шотқа келіп түсетін. Соларды алу арқылы осы 4 банк сіздерге тез арада кредит береді. Әскерилер мақұлдаудан тезірек өтеді. Себебі олардың тұрақты түрде ай сайын төленетін жаңағы қорғаныс министрлігі және басқа да компетентті органдар төлейтін үй жағдайына қатысты ақшалар бар. Сол төлемдер арқылы сіздің ипотекалық ай сайынғы төлемдеріңіз жабылып отырады. Тағы бір үлкен сұрақ бар. Құрылыс компанияларына хабарласқан кезде олар сатып жатқан үйді 7-20-20 бағдарламасымен бермейтіндігін айтты. Неге деген сұрақтар болады? Неге? Себебі құрылыс компанияларының көбісі үйді салып бітпей, құжаттарын алмай жатқан кезде сата бастайды. 7-20-20 бағдарламасында үй тек қана салып біту керек, және оның құжаттары толыққанды дайын болу керек. Себебі біз өзіміздің азаматтарымызды жаңағы салып бітпей қалған кейін дау шығып кетуі мүмкін. Ондай алаяқтық әрекеттерінен сақтаймыз. Өйткені біздің ол басымызда болған жағдай 2008 жылдары, 2005 жылдары білесіздер.
Сондықтан тек қана үй салынып біткеннен кейін, құжаттар қолға тигеннен кейін, оның заңдылығы ешқандай сұрақ туғызбайтын болғандықтан ғана сол кезде ғана 7-20-25 бағдарламасы арқылы несие береді. Ол азаматтардың ең алдымен қауіпсіздігіне арналған, қаржылық қауіпсіздігі, ертең ұйқысы тыныш болуына арналған. Сондықтан егер құрылыс компаниясы пайдалануға бермейтін үйді сатпаса, әрине ол үйге ипотека берілмейді. Құрылыс компаниясының пайдалануға беріп, құжаттар қолында болған үйін іздеуіңіз керек. Егер құрылыс компаниясы үйді салып бітсе, ол міндетті түрде 7-20 бағдарламасы ипотекамен ол үйді беретінін хабарлап айтады. Өйткені олардың өздеріне де тиімді. Енді біз 7-20-25 бағдарламасымен үй алу ретін талқылайық. Не істейміз? Ал, жақсы. Қолымызда кішкене ақша бар, алғашқы жарнаны жинаған сияқтыдай болдық. Үйіміз жоқ басымызда, үй алғымыз келеді, үйлі болу керек. Енді ойлана бастадық. Не істейміз? Қалай? Қайда бару керек? Не әрекет ету керек? Ең алдымен алғашқы жарнаның біраз бөлігін, мысалы қомақты бөлігін жинап қойсаңыз, ең бірінші банкке барыңыз. Банкке не үшін бару керек? Банк бірден сіздің жағдайыңызды есептеп, төлем қабілеттіңізді қарап, сізге осыншама көлемде бір сома ақша берілем деп кесіп айтады. Автоматты скоринг жүйесін қалыптастырған банктер ол шешімді сізге 10-15 минуттың ішінде айтады. Сіз барасыз, сізден төлқұжатыңызды алады, куәлігіңізді, жеке куәлігіңізді, сонымен қарап есептеп, сізге қанша сома беретінін бірден айтады менеджер. Бізде қазір автоматты скоринг ретінде азаматтарға тез мысалы хабар айтатын банк Центр Кредит, Сбербанк, Халықбанк сияқты 3 ірі банктер бар. Сіз банктың сізге қанша ақша бере алатынын есептеп білдіңіз, банк сізге айтты, өзіңіздің оған үстіне жинаған ақшаңыз бар, 20%. Сондықтан сіз қандай үйді іздеу керек, оны қандай ақшаға қарау керек, оны білетін боласыздар. Сіздер біліп алыңыздар. Айтақ, сізге 15 миллион банк береміз еді, өзіңіздің тағы да 3 миллионыңыз бар, алғашқы жарна болатын, сізге 18 миллионға үй алуға болады. Енді сол 18 миллионға үй іздей бастаймыз, бастапқы үй жаңадан салған. Ол үшін біз Қазақстандағы жаңағы ірі жылжымайтын мүлік сайттары деп аталады, сайттар бар, оны жақсы білесіздер. Крыша KZ, Homesters KZ және Quarter KZ. Осы сайттан барлық сілтемелерді мен астындағы, видеоның астындағы сипатқа салып қоям, сіздер қарау үшін. Осы 3 сайттан 7-20-25 фильтрін қосу арқылы сіздер өзіңізге жаңа 18 миллионға, мысалы, шартты түрде айтып отқанда, үй тауып аласыз, пәтер қарайсыз. Қай құрылыс компаниясы салып біткенін, салып жатқанын, оның ақпаратын аласыз да, жаңа құрылыс компаниясына барасыз. Құрылыс компанияға барып, сату бөліміне үйді брондайсыз. Үйді бірінші өзіңіз қарап алыңыз, сізге ұнады ма, жағдайы жақсы ма екен, жаңағы ішкі жаңағы нелері, аумағы егер көңілден шығып жатса, оны сіз брондаңыз. Брондағаннан кейін бірден ол үйге тәуелсіз бағалаушы шақыртыңыз. Тәуелсіз бағалаушы шамамен 5-000-7-000 теңгенің арасында болады. Ол сізге үйді бағалап, актін береді. Сол актын алғаннан кейін сізге жаңа алдын ала жаңағы ақша береміз деп сізді алдын ала есептеген банкке барып, жаңағы бағалау актын ұсыныңыз. Банк сізге тағы қосымша қандай құжаттың керек екенін айтады. Көбісі сізге ешқайда барудың қажеті жоқ. Көбісі электронды түрде, онлайн түрде шешіледі. Ол құжаттардың бәрі жаңа анықтама қағаздары ғой. Олардың бәрін сіз өзіңіздің электронды цифрлы қолтаңбаңыз болса, немесе Егов KZ сайты арқылы жаңағы SMS регистрациямен ақ ала бересіз. Банктесіз осы құжаттарды тапсырасыз, банкке өтініш жазасыз, банк тез арада сізге мақұлдау береді. Қазір одан кейін банк мақұлдау бергеннен кейін банк сізге гарантиялық құжат береді. Сізге осынша сомадағы несие ипотекалық мақұлданды деген. Одан кейін сіз құрылыс компаниясына барып, құрылыс компаниясымен бірге сату келісім шартын жасайсыз. Осы келісім шарт жасағаннан кейін сіз оны нотариалдық түрде тіркеуден өткізесіз. Нотариус оны нету керек, растау керек. Одан кейін банкке алып келесіз. Банкке алып келгеннен кейін банк сізбен бірге қарыз алу шартын жасасады. Қарыз алу шартын жасағаннан кейін оны сіз халыққа қызмет көрсету орталығына барып тіркейсіз де, одан кейін жаңағы алып жатқан үйіңізді сіз банкке кепілге қоясыз. Сол кезде кепіл шарты жасалады. Кепіл шартын алдағы уақытта банк өзі тікелей жаңағы тіркеуге жібереді. Ал қазіргі таңда сіз оны қайтадан апарып халыққа қызмет көрсету орталығына барып жаңағы мемлекеттік тіркеуден өткізуіңіз керек. Осы 3 келісім шарт жасалғаннан кейін банк құрылыс компаниясына сіздің пәтеріңіздің сомасын аударады. Банк сол кезде алғашқы жарнаны кімге аудару керек, соны белгілейді.
осы алғашқы жаңа аударып банк соманы аударғаннан кейін құрылыс компаниясы сізге акт пен пәтердің кілтін береді. Актқа қол қоясыз, үйді қабылдап алдым деп, және пәтердің кілтін аласыз да, сол пәтерге өзіңіз енді ары қарай жөндеу жұмыстарын жасайсыздар, немесе қонақ шақырасыз, әрине сіз өздеріңіз білесіз. Ең бастысы сіз өзіңіздің мақсатыңызға жеттіңіз, сіз пәтер алдыңыз, сіз үйлі болдыңыз. 7-20-25 бағдарламасы сіздің осы мақсатқа жетуіңізге көмектеседі және осы жолдағы проблемаларыңызды шешіп береді. Достар, біз бүгін екінші видеомызда 7-20-25 бағдарламасының нақты қадамдарын талқыладық. Қалай үй аламыз, қалай үй іздейміз, оны қандай құжаттармен қалай рәсімдейміз, қайда барамыз, соның бәрін талқыладық. Егер біздің басқа да жаңалықтарымызбен танысып жүргіңіз келсе, бізге жазылыңыздар, лайк басыңыздар және қоңыраушаны басып қойыңыздар. Осы видеоның астындағы сипатта барлық қажетті сілтемелер, барлық айтылған ресурстардың сілтемелерін, басқа да видеоларымыз сілтемелерін біз жүктеп қоямыз. Сонымен бірге комментарий жазыңыздар, бізге сұрақ қойыңыздар, ол сұраққа біз міндетті түрде жауап береміз. Келесі видеоларымызда біз баспана хит бағдарламасы жаңағы қолданыста болған үйді қалай алуға болады, сонымен бірге ипотека алған кезде оны қалай үнемдеуге болады, осындай ипотеканың сіз білмейтін қыр-сырларын талқылайтын боламыз. Достар, сіздерге назар аударып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Біз сіздермен қоштаспаймыз, біз сіздермен бірге боламыз.